Саламатсыздар ма? Бүгін біз шашлық жасаймыз. Ауа райы күн жел болып тұрғандықтан бірінші үйде жасап аламыз, сосын далада мангалда пісіреміз. Ол үшін бізге қойдың бауыры, қойдың еті және қойдың іш майы керек. Және қызанақ, жуа. Қойымыздың фаршын осылайша дайындап алдық. Енді оны қоя тұрып бауырмен айналысамыз. Бауырды біз мясорубкадан өткізбейміз. Біз оны былай кішкентай қылып тураймыз. Бауырымызды дайындап алдық. Көп жасамаймыз. Бәрі үйде жейтін көп адам жоқ. Ысырап болады. Сондықтан жеп тауысатындай жасаймыз. Енді осы бауырымызға үстіне жуамызды осындай төрт-піштілеп тураймыз. Енді осылайдан қызанағымызды тураймыз. Осылай әдемілеп төрт-піштілеп. Жуамыз бен қызанағымызды осылай турап бауырмен араластырамыз. Бұрыш қосамыз, қара бұрыш. Және тұз. Сосын жақсылап араластырамыз. Дәл осылай фаршымызды дайындап аламыз. Жуа бұның фарштың құрамында дайындаған кезде өткіздік бірге. Фаршымыз өзі майлы. Сондықтан оған қызанақ қоспай қойсақ болады. Міне осылай 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Дайын болған бауырымызды міне мынандай қойдың іш майына осылай қойып осылай салып, екі жағын қайырып ораймыз бүйтіп. Міне, осындай болу керек бізде. Осыны алып, сеткамызға осылай қоямыз. Осылай дайындап аламыз. Свежий қойдың іш майы болмаса, қатып жатқан немесе морозильникте, холодильникте болуы мүмкін бізде. Оны алып жылы суға 20-10 минутқа салып қойсаңыз, міне осындай жұмсақ болып шыға келеді қайтып.
Былай екі шетін қайырып, осылай дайындап саламын. Осылай тағы да. Бұл бізде іш май пленка сияқты болады. Бұл қуырылғанда да ешқандай тесілмейді. Осылай. Қойған кезде, мысалы, былай кесіп қойсаңыз болады сонда. Мысалы, көп болады сол кезде. Былайынан қойып. Осылай. Отқа қоямыз қазір. Ештеңе ағып тұрған жоқ, ештеңе. Қойдың майы, ол қойдың іш майы, ол пленка сияқты. Осылай болады. Дайын болғанда. Дәл осылай фаршымызды да дайындап аламыз. Көп қалың қылып істемейміз. Тез пісетіндей қылып, жұқалау қылып жасаймыз. Артығын алып тастаймыз пышақпен. Осылай дайындап аламыз. Отымыз дайын болғасын, бауырдан жасалған шашлигімізді қоямыз. Көп пісірмейміз, 20 минут тұрса жетеді. Шашлигіміз пісіп жатыр ақырындап. Қалыңдығы өте қалың емес, міне. Сондықтан бұл тез пісу керек. Иісі енді керемет. Қазір бұл негізі қойдың бауырымен жасалынып жатыр. Қазір осыдан кейін фаршпен қойдың соны қоятын боламыз екіншісіне. Шашлигіміз пісті. Әдейі қарайтып осылайынан жасадық. Қалыңдығы өте қалың емес. Сондықтан бұл бар жоғы 20 минут қана пісірдік. Дайын, енді қойдың фаршынан жасалған шашлигімізді қоямыз. Бір жағын 15 минутке қойдық. 10 минутқа бір жағы дайын. Екінші жағын тағы да осылай қоямыз. Міне, ақырындап пісіп жатыр. Бауырдан жасалған шашлигімізді түсіріп алдық. Пока бұның бетін фольгамен жауып қоя тұрамыз. Қазір біз қойдан жасалған, қойдың фаршынан жасалған немізді қойып қойдық шашлигімізді екінші. Ал бисмилля, дайын болды. Ыстық, мынау фарштан жасалғаны. Ал мынау болса бізде бауырдан. Üstüne yuvarımızda seviyoruz. Kıyar, жуа, помидор, қызанақ осылай жасап
Асымыз дайын. Міне шашлығымыз. Енді сіздерге бөліп ішін көрсетейін. Мына бауырдікі. Еще сочный. Ну, фаршпен. Тоже даем гульмсына. Дәмі керемет. Мәссаған. Үйдің компотымен мамамыз дайындаған. Бірге ішеміз. Керемет. Шашлығымыз дайын. Бауырдан және қойдың фаршінен астарыңыз дәмді болсын. Жасап көріңіздер. Каналға жазылыңыздар және лайк басыңыздар.